Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз бірінші бөлімді ары қарай жалғастыратын боламыз. Олай болса, open your book on page 8, unit 1. Бірінші бөлімдегі 8-ші бетті кітабымыздан ашамыз, оқушылар. Exercise 11, listen and read. 11-ші жаттығу, тыңда және оқы, дейді оқушылар. Кітапқа қарайықшы, бұл жерде бізге бір әңгіме берілген, сурет бойынша. Мен қазір оқып шығамын, мұқият тыңдап, менен кейін қайталап оқыңдар, оқушылар. Олай болса бастаймыз. Liam: Hey Lily, hey Daisy, are you staying in? You usually go out on Saturday. Lily: I'm not sure, we just reading some magazines. Сәлем Лили, сәлем Дейзи. Бүгін сендер іште қаласыңдар ма? Сендер әдетте әр сенбі далаға шығатын едіңдер ғой, дейді. Лили болса, білмеймін, біз қазір журнал оқып отырмыз, дейді. Енді екінші суретке қараймыз. Дейзи: What are you doing, Liam? Oh, I'm sending a text messages to Jake. That's funny, he is not answering. He always answers straight away. Дейзи: не істеп жатырсың, Лиам, деп сұрақ қояды. Лиам болса, мен Жейкке хат жолдап жатырмын, дейді. Қызық, Жейк жазған хатыма бірден жауап беретін, ал қазір жауап беріп жатқан жоқ, деп айтады. Енді үшінші суретке қараймыз. Лили: Give me him a ring at home then. Hey Jake, it's me, Liam. Jake: Hold on, Liam, I'm just putting on you a speaker phone. Лили айтады: онда үйіне қоңырау шалсайшы, дейді. Лиам болса, Джейкке қоңырау шалып: Сәлем Джейк, бұл мен Лиамын, дейді. Ал Джейк болса, желіде күте тұр, мен қазір даусын шығарып қоямын, дейді. Енді төртінші суретке қараймыз. Бір кезде кенеттен телефонның арғы жағынан қатты бір дауыстар шығады. Лиам: What are you doing? Jake: I'm practicing my new hobby. Liam: New hobby, Jake, what's all that noise, Jake? Деп сұрақ қойды. Яғни, не істеп жатырсың деп Джейктен сұраған кезде Джейк айтады: мен қазір жаңа бір хоббиімнің тәжірибе жасап жатырмын, дейді. Liam болса, жаңа хобби, Джейк, арғы жақтан қатты бір дауыстар естіліп жатыр ғой, Джейк, деп қайта-қайта айқайлайды. Бір кезде телефонды қойып қояды. Енді бесінші суретке қараймыз. Дейзи: What's wrong, Liam? Liam: I don't know, but I'm going round to Jake's house. Lily: Wait for us, we are coming with you. Дейзи болса, не болып қалды, Лиам, дейді. Лиам: білмеймін, бірақ мен қазір Джейктің үйіне бару керекпін, дейді. Лили болса, бізді күт, біз де сенімен бірге барамыз, дейді. Енді алтыншы суретте Лиам: Is that your new hobby? Jake: No, my new hobby is juggling, but I'm not very good at all. Daisy: Never mind, doing jigsaw puzzles is a good hobby too. Алтыншы суретте бір кезде Джейктің үйіне келеді, және оның үйінде барлық жер шашылып жатқан болатын. Лиам болса, осы ма сенің жаңа хоббиің, деп сұрақ қояды. Джейк болса, жоқ, менің жаңа хоббиім ол қақпа қылдау, дейді. Яғни заттарды төбеге лақтырып, айналдырып кезекпе-кезек. Бірақ мен оны жасай алмадым, дейді. Ал Дейзи болса, ештеңе етпейді, дейді. Пазл құрастыру да күшті хобби, деп жауап береді. Міне осылай біз әңгімемізді аяқтайды екенбіз, оқушылар. Ал енді осы мәтінге қарап, біз келесі беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса, on page 9, exercise 12, 9-ші бетте 12-ші тапсырмаға қараймыз. Read the story and complete. Әңгімені оқып, сөйлемдерді толықтыр, дейді. Олай болса, бірге орындаймыз. Бұл жерде бізде бірінші жазылып қойыпты, бірінші бізде text message деген сөз шығады. Екінші бізде answer, жауап беру. Үшінші ring, қоңырау шалу. Төртінші house, үй. Бесінші hobby деген сөздерді қояды екенбіз. Енді бұл жерде бізде 13-ші тапсырма thinking up, choose, ойлану тапсырмасы, және біз екі жауаптың қарамен берілген екі сөздің дұрыс жауабын қою керек екенбіз. Оқушылар, мен жауабын жазып кеттім. Бірінші бізде hold on деген сөзді қоямыз, екі сөздің ішінде. Екінші сөйлемде біз wait for me, мені күте тұр деген сөзді алады екенбіз. Енді келесі exercise 14, act out the story. 14-ші тапсырма ол бізде ауызша әңгімені айтып беру болады.
Next, exercise 15, talking point, listen and read, make a new dialogue with your friend. Яғни бұл жерде тыңда және оқы дейді, және өзің осы диалогқа ұқсас, өзің жаңа диалог құра дейді. Мен құрастырған диалогты оқып берейін. Hey Aisha, are you staying in? You usually go out on Sunday. I'm not sure, I'm just doing jigsaw puzzles. What are you doing? I'm practicing my new hobby. Your new hobby? Yes, I'm going bowling. Going bowling? Hold on, I'm coming over. I want to try it too. Міне осылай ұқсас жасылмен берілген сөздерді ғана ауыстырып, диалогымды жазып шықтым оқушылар. Келесі exercise 16, listen, point and repeat. Тыңдауын бер, тыңда. Бұл жерде дыбыс ережесі берілген. Екі әріпті көріп тұрмыз. J және G. J және G. Бұл жерде екі әріпте ұқсас дыбыстармен дыбысталады екен. Мысалға, бірінші jellyfish. Jellyfish қайталаймыз. Келесі jewelry. Jewelry, G әрпі, я. Келесі суретте giant. Giant. Келесі суретте jam. Jam. Яғни бұл жерде де G әрпі дыбысталып тұр екен оқушылар. Енді exercise 17, complete, then listen and repeat. Сөйлемдерді толықтыр дейді. Ол жерге біз 16-шы суреттегі әріптерді қойып жазып кету керек екенбіз, я? Мен астына жазып қойдым. The giant jellyfish is juggling with some jewelry and the gems. Міне осылай 17-ші тапсырманы орындайды екенбіз оқушылар. Келесі бетке қараймыз. Open your book on page 10, Olympic Games. Яғни бұл жерде 10-ші бетте олимпиадалық ойындар туралы тақырып берілген. Сол туралы қазір өтетін боламыз. Exercise 18, listen, point and repeat, then match. 18-ші тапсырмада тыңда, қайтала дейді және сәйкестендір деген, яғни 10 спорт түрін атауын жазып қойған. Біз қазір оны суреттен тауып сәйкестендіру керек екенбіз, оқушылар. Олай болса бірге орындаймыз. Бірінші мысал беріліп қойыпты. Rowing сөзі. Rowing қай спорт түрі екенін табу керекпіз. Ол бізде қазақ тіліне аударғанда ескек есу дегенді білдіреді. Яғни қайықтың үстіне отырып, таяқшамен былай ескек еседі. Көрген шығармыз, я оқушылар телевизорден, теледидардан, яғни бұл бізде H әріпімен берілген екен. Келесі archery. Archery ол бізде садақ ату. Садақ ату ол қай суретте? A суретінде тұр, я? Келесі fencing. Fencing ол бізде қылыштасу, яғни беттеріне бетперде киіп, қылыштармен қылыштасу спорт түрі екен, ол бізде B. Келесі handball. Handball, яғни бұл бізде hand деген сөзден шыққан, handball, gandball, яғни қолмен, допты қолмен ұстап ойнау, я? Gandballды аударылады, ол бізде D суретімен беріліп тұр, я, оқушылар? Допты қолмен ойнайды екенбіз. Келесі water polo. Water polo, су поласы, яғни судың үстінде ойнау, судың үстінде доппен ойнауды білдіреді. Ол бізде G әріпімен берілген, я? Келесі 6-шы long jump. Jump деген секіру. Long jump, ұзындыққа секіру. Ол бізде қай суреттен көріп тұрмыз, оқушылар? Қарайықшы, J әріпімен берілген. Келесі 7-ші ол бізде cycling. Cycling, ол велосипед тебу, I әріпімен берілген. Келесі gymnastics, яғни гимнастика, ол бізде E әріпімен берілген. Келесі 9 rugby. Rugby ол бізде C әріпі, яғни ол да спорттың бір түрі, яғни футбол сияқты, бірақ қолмен допты лақтырып ойнайды екен. Келесі ең соңғы figure skating. Figure skating мәнерлеп сырғанау, ол бізде F әріпімен беріліп тұр. Міне осылай оқушылар жазып алады екенбіз. Келесі exercise 19, what sports do they play well, listen and write. Бұл жерде тыңдалым берілген, оқушылар 4 кейіпкер берілген, Kelly, Sam, Jenny, Bob. Және тыңдап, біз қай оқушы немен айналысады, соны табу керек екенбіз. Мен қазір дұрыс жауабын жазып кеттім. Бірінші water polo, екінші cycling, үшінші rugby, төртінші gymnastics деп жазып алады екенбіз. Келесі бетті ашамыз. Exercise on page 11, study sport, яғни бұл жерде ереже берілген, я?
ережені бірінші түсініп оқып аламыз, кейін тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл жерде оқушылар бізде adjectives, яғни сын есім берілген, біз сын есімді істеу, яғни adverbқа айналдыру керек екенбіз. Яғни қараймыз, she is a beautiful figure skater, мысал берілген. Ол әдемі, мәнерлеп сырғанаушы. Бұл жерде beautiful қай сөз табы? Сын есім adjectives болып тұр. Біз артына және ly деген жұрнақты жалғау арқылы біз істеуге айналдырады екенбіз. She skates beautifully. Ол өте әдемі сырғанайды деген сөз шықты. Сол сияқты мына жерде мысалдар берілген. Beautiful, әдемі, beautifully, әдемірек, яғни істеу. Келесі quickly, тез деген мағына білдіреді. Келесі slowly, яғни бірінші бағанада тұрған, ол бізде сын есім adjectives. Біз артына ly деген жалғау арқылы істеу жасап отырмыз оқушылар. Easy оңай, easily оңайырақ, good жақсы, well жақсырақ, fast. Міне осындай сөздерді, яғни тағы қайталайым. Adjectives деген сын есім, біз ly жұрнағын жалғау арқылы істеуге adverbке айналдырып тұрмыз оқушылар. Енді осы бойынша тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise 20. Choose and complete the sentences. Үстінде берілген сөздерді біз қойып шығып, астына жазу керек екенбіз. Біз бірінші сөйлемде жазып қойыпты. Handball badly деген сөзді қолданған екен. Екіншісінде Dana swims very fast. Үшінші Хан Сұлтан eats his meal slowly. 4. Данита and Ахбота speak English well. 5. Sanjar answers his teacher's questions quickly. Және 6. Jabia learns new sports easily. Міне осылай сөйлемдерді сәйкестендіріп жазып шықтым оқушылар. Келесі Exercise 21. Talk with your partner. Talk with your friend. Досыңмен, жұбыңмен сөйлем құрастыр деген. Бұл жерде диалог ретінде сөйлесуге болады. Мысалға төбедегі сөздерді қолданып отырып, good жақсы, easy оңай, careful өте мұқият, bad жаман, slow баяу, quick тез. Мысалға, what do you do well? Сен жақсырақ не істейсің? I play football. Мен футболды жақсырақ ойнаймын. What do you do quick? Сен тез нені жасай аласың? I do my homework quick. Мен үй жұмысын тез орындай аламын. Міне осылай диалогты ауыстырып жазсақ болады екен оқушылар. Exercise 22. Let's play. Бұл жерде 22-ші тапсырмада ауызша тапсырма, яғни ол жерде ойын берілген, оны сыныпта ауызша орындасаңдар болады оқушылар. Міне жарайсыңдар, барлық тапсырманы бірге орындап шықтық. Түсінбеген сұрақты комментария қалдырып кетсеңдер болады. Келесі кездескенше сау болыңдар.